Нәтижесін экранға беріңіздер. Қаулы қабылданды. Рахмет. Осы сұрақ бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар. Құрметті депутаттар, келесі мәселе. Педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы заң жобасы жөнінде екінші оқылым. Бұл мәселе бойынша сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі депутат Бектұрғанов Әбдіманап Елікбайұлына беріледі. Құрметті Нұрлан Зайырлауұлы, құрметті әріптестер. Педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы елбасы Нұрсұлтан Әбішев Назарбаевтың қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасын арттыру атты Қазақстан халқына жолдауын және Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың 2019 жылғы педагогтардың тамыз конференциясында берілген тапсырмаларын орындау мақсатында әзірленді. Заң жобасы педагог қызметінің өзекті әлеуметтік және кәсіби мәселелерін шешуге, педагогтарға жүктемені азайтуға, оларды көптеген тексерулерден және оларға тән емес функциялардан қорғауға, жұмыс істеп жүрген педагогтар үшін ынталандыру шараларын белгілеуге, сондай-ақ жастарды мамандыққа тартуға бағытталған. Ендеше депутаттық корпус енгізген басты түзетулерге тоқталсам. 21 жылғы 1 қыркүйектен бастап орта білім беру ұйымдары педагогтар үшін нормативтік оқу жүктемесін 18 сағаттан 16 сағатқа төмендету жөніндегі норма бекітіліп отыр. Педагогтардың педагогикалық этика нормаларының бұзуы бұрын көзделгендей әкімшілік құқық бұзушылықтарға емес, Қазақстан Республикасының еңбек кодексіне көзделген тәртіптік жауаптылыққа әкеп соғатын тәртіптік теріс қылыққа теңестіріледі. Білім беру саласындағы уәкілетті орган айқындайтын тізбе бойынша білім алушылар мен тәрбиеленушілер арасындағы халықаралық олимпиадалардың, конкурстар мен спорттық жарыстардың жеңімпазын, жүлдегерін дайындаған педагогқа тиісті мемлекеттік білім беруінің қызметі бойынша үнемдеу есебінен 3 лауазымдық айлық ақы мөлшерінде бір жолғы сыйақының төленуін көздейтін норма енгізіледі. Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы құрметті атағымен марапатталған педагогқа 1000 еселенген айлық есепте көрсеткіш мөлшерінде бір жолғы төлем белгіленеді. Мәдениет және спорт саласындағы мемлекеттік білім беру ұйымдарының және әскери оқу орындарының педагогтарына магистр дәрежесі үшін 10 еселенген айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде қосымша ақы енгізіледі. Ауылдық жерлерде жұмыс істейтін педагогтарға жеке тұрғын үй құрылысы үшін жер учаскелерін басым тәртіппен беруге кепілдік белгіленеді. Педагогтардың білім алушылар, тәрбиеленушілер және олардың ата-анасы немесе де өзге де заңды өкілдер тарапынан мамандығына құрметпен қарауды және тиісті мінез-құлықты талап ету құқығы нақтыланды. Кәсіптік қызметке алғаш рет кірісетін педагогтардың сәйкестігін растау және біліктілігін беру институты, оның іске асыру тетігі жеткілікті пысықталмауына байланысты алынып тасталынды. Бірін-бірін жоққа шығаратын немесе қайталанатын ережелер бар нормалар алынып тасталынды. Ондай нормаларға мысалы мұғалімдерді өздеріне тән емес функциялар тартуға тыйым салатын. Сонымен қатар олардың қоғамдық әлеуметтік, мәдени экономикалық дамуына жәрдемдесуге міндетті нормаларды жатқызуға болады. Заң жобасын жекеленген нормаларды нақтылауға және мазмұнын жақсартуға бағытталған басқа да түзетулер енгізілді. Парламент мәжілісінің барлық комитеттері заң жобасы бойынша өз қорытындыларын берді. 100-ге жуық түзетулер келіп түсті. Олар жұмыс тобында қарастырып, тиісті шешімдер қабылданды. Салыстырмалы кесте қабылданған 74 позицияны қамтиды. Ағымдағы жылдың 19 қыркүйегінде заң жобасының таныстырылымы өтті. Комитет жұмыс тобының 25 отырысын, сондай комитеттің 3 кеңейтілген отырысын өткізді. Қорытындылай келе, жұмыс тобының мүшелері мен әріптестеріме енгізілген ұсыныстары мен заң жобасын талқылауға белсенді қатысқан үшін алғысымды білдіргім келеді. Осыған байланысты аталған заң жобасын қолдап, екінші оқылымда мақұлдауды, сондай-ақ оны Қазақстан Республикасы парламенті сенатының қарауына жіберуге ұсынуды сұраймын. Рахмет. Рахмет, Әбдіманап Елікбайұлы, сізге. Құрметті әріптестер, бас комитеттен осы заң жобасы бойынша бір ғана ұсыныс түсті. Оны жаңа ғана Әбдіманап Елікбайұлы бізге жеткізді.
ол осы заң жобасын тұтастай мақұлдау жөнінде. Басқа пікірлеріңіз жоқ болса, онда осы ұсынысты дауысқа қоюға рұқсат етіңіздер. Дауыс беру режимі қосылсын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Енді қаулының жобасы бар сіздерде, сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын. Нәтижесі экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Келесі мәселе. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне педагог мәртебесі оқушы мен мұғалімге жүктемені төмендету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заң жобасы жөнінде екінші оқылым. Бұл мәселе бойынша да сөз әлеуметтік мәдени даму комитетінің мүшесі депутат Бектұрғанов Әбдіманат Елікбайұлына беріледі. Құрметті Нұрлан Зайырлауұлы, құрметті әріптестер. Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне педагог мәртебесі, оқушы мен мұғалімге жүктемені төмендету мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы қолданыстағы заңнамалық актілерді педагог мәртебесі туралы заңның жобасына сәйкес келтіру үшін және педагог мәртебесін реттеуді қамтамасыз ететін құқықтық тетіктерді жетілдіру, оқушы мен мұғалімнің жүктемесін қысқарту, білім беру заңнамасында құқықтық олқылықтарды жою мақсатында әзірленді. Заң жобасын қарау барысында депутаттық корпус бірқатар түзетулер енгізді. Солардың ішіндегі басты түзетулерге тоқталсам, педагог мәртебесі туралы заң жобасында тікелей қатысы жоқ нормалар осы заң жобасынан алынып тасталынды. Педагогқа өзінің лауазымдық міндеттерін орындау кезінде былапыт сөйлеуден, мазақ қылудан, бәйдеп іс-әрекеттерді, белгілер, заттар көрсетуден көрінген сыйламаушылық үшін және бұқаралық ақпарат құралдарын немесе телекоммуникация желілерін пайдалану арқылы басқа да осындай әрекеттер жасаған үшін әкімшілік жауаптылық көзделеді. Мектеп және колледж педагогтары толтыруға міндетті қағаздардың тізбесін әзірлеу және бекіту жөніндегі білім беру саласындағы өкілеттік органның құзыреті белгіленеді. Жоғарғы оқу орындарының педагогтарынан басқа барлық педагогтарға әскери қызметке шақыруды кейінге қалдыру жөнінде норма қарастырылды. Бұрын мұндай кейінге қалдыру тек ауылдық жерлерде жұмыс істейтін педагогтарға көзделетін болатын. Сонымен қатар редакциялық сипаттағы және заң техникасы бойынша өзгертулер мен толықтырулар енгізілді. Бұл заң жобасының мазмұнын сапалы жағынан жақсартты. Парламент мәжілісінің барлық комитеттері заң жобасы бойынша өз қорытындыларын берді. 260-ға жуық түзетулер келіп түсті. Оларды жұмыс тобы қарап шығып, тиісті шешімдер қабылданды. Салыстырма кесте қабылданған 123 позицияны қамтиды. Ағымдағы жылдың 19-шы қыркүйекте заң жобасының таныстырылымы өтті. Комитет жұмыс тобының 25 отырысын, сондай комитеттің 3 кеңейтілген отырысын өткізді. Қорытындай келе, жұмыс тобының мүшелері мен әріптестерімен енгізілген ұсыныстар мен заң жобасын талқылауға белсенді қатысқаны үшін алғысымды білдіргім келеді. Осыған байланысты аталған заң жобасын қолдап, екінші оқылымда мақұлдауды, сондай-ақ оны Қазақстан Республикасы парламент сенатының қарауына жіберуге ұсынуды сұраймын. Рахмет. Рахмет. Құрметті әріптестер, бас комитеттің осы заң жобасы бойынша бір ғана ұсыныс түсті, оны заң жобасы тұтастай мақұлдау жөнінде. Басқа ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ. Онда дауыс берулеріңізді сұраймын осы мәселе бойынша. Дауыс беру режимі қосылсын. Нәтижесін экранға беріңіздер. Шешім қабылданды. Енді қаулының жобасы бар сіздерде, сол бойынша да дауыс берулеріңізді сұраймын.
Нәтижесін экранға беріңіздер. Қатысып отырған 105 депутат, жақтағандар 105 депутат. Қаулы қабылданды. Рахмет. Осы сұрақ бойынша шақырылған азаматтарға сау болыңыздар.